Армысыздар менің көрермендерім. Менің арнама хош келдіңіздер. Арнама тіркеліп үлпілдеріңізді аямай, қолдауларыңызды өтінемін. Назарларыңызға көп рахмет. Өкінішпен өткен өмір. Авторы Әлия Тұрсынбай қызы. Қараңғы түн. Қара су қызғырық жел есіп тұр. Аспанды бұлт торлап, ай жарығы әлсін сығырайып көрінеді. Анадай жерде қараңдап шоқиып бір әйел отыр. Күбір етіп, өмірінен алып, екі қолын көкке жайып, жаратушы тәңіріне жалбарынуда. Күздің ызғарында сезетін емес. Я, жаратушы, осылай өмір сүргенше, жанымды неге алмадың? Көзден аққан жасты тыя алмай, өмірден түңіліп, әбден азап шеккен. Бұл қыстауда тұратын қойшының әйелі Ғалия еді. Осы 40 жасында 12 құрсақ көтеріпті. Сол 12 баладан 6 бала аман қалыпты. Тұрмысқа шыққалы көргені соққы. Ылғи маскүнем күйеуінен таяқ жеп, көк ала қойдай болып жүреді. Әп-әдемі сұлу көркінен бүгіндері көзі шөңірейіп, жанарынан нұр кетіп, құр сүлдері қалған. Күйеуі мас болғанда, қашып үлгерсе, осылай таутасты, шөп аранды, қорада, үйілген маяда, бас сауғалап тығылып жүргені. Бүгіндері салпетек әйелі болған. Көз алдына өткен өмірі киноның лентасындай жүре берді. Ғалия орыс сыныбында үздік оқыды. Оқуын бітіріп, оқуға түсем деп жүргенде алып қашты. Күйеуі аман өзінен 5 жас үлкен, кекештеніп, тұтығып сөйлейтін. Аман Ғалияны қатты жақсы көрді. Көп замай Ғалия күйеуін менсінбей ажырасуға бел буды. Сонда күйеуі: Ғалия, кетпеші, түнем, деп аяғына жығылып, қатты жылап қалған. Ғалияны күйеуінің көз жасы да тоқтатпады. Артына бұрылмай кете барды. Біраз уақыттан кейін өзінің жүкті екенін сезді. Бірақ сүймейтін күйеуіне қосылуға ойы жоқ. Көп замай аман құсадан өмірден өтті. Ғалия әскерден жаңа келген жас жігіт Тұрармен танысты. Тұрар Ғалияны бір көргеннен ғашық болды. Көңілін білдіріп, тұрмысқа шығуын өтінді. Ғалия бұрын тұрмыста болғанын, өзінің аяғы ауыр екенін айтты. Тұрар, баланы өз баласындай тәрбиелеп, мәпелеп өсіремін деді. Ғалия да Тұрарды шын көңілден сүйген еді. Осылайша Тұрардың етегінен ұстап кете барды. Екеуі бөлек отау болып, күйеуі совхоздың бір отар қойын алып қойшы атанды. Ғалия ай күні жетіп, ұл туды. Күйеуі Тұрар жиі шетінді шығарды. Ішіп алып Ғалияға қол көтерді. Бұзылған қатын, мен сен алмағанда сені кім алушы еді? Еңбектеп жүрген баланы саптама етіппен аңқ еткізіп бір-ақ депті. Ой, күшік неме, аяққа ұратылмай әрі кет. Бала тепкінің күшінен қабырғаға соғылып, тіл қатпай көз жұмды. Ғалияның жан жүрегі езілді. Сәбиін ұмыта алмай қайғыға батты. Ғалияның көңілсіз жүрген күйін көрген күйеуі: Әй қатын, байларыңды ойлап қайғырып жүрсің бе? Деп тағы таяқтың астына алды. Ғалияның осылай бақытсыз болып жүргені бірінші күйеуі Аманмен оның сәбиінің көз жасы шығар. Осылайша күн артынан күн өтіп, уақыт зымырай берді. Бірінің артынан бірін, балаларын өмірге әкелді. Бірін арқалап, бірі етегінен ұстап, үбірлі-шүбірлі, бала, үй деп, денсаулығына қарауға да уақыты болған жоқ. Қашып-пышып жүріп, денсаулығы сыр беріп жиі ауыратын болды. Бәрі ішінде, жанын жегідей жейді. Өкініш өзегін өртеді. Жан жарасы жазылмады. Ғалияның құсадан ауру асқынып, қан қысымы көтеріліп, құлады.
Сол құлағаннан өз еркімен тұрмады. Бір қол, бір аяғынан жан кетіп, сөйлей алмай қалды. Қол аяғы істемесе де, тілі сөйлей алмаса да, жүрегі шіркін езіліп жатыр ғой. Санасы сайрап тұр. Өзі осындай халде жатса да, іштен шыққан шұбар жылан балаларын ойлап, алаңдап жатыр. Дәрігерлер келіп аудандық ауруханаға алып кетпекші болды. Ғалия кетіп бара жатып, істейтін сау қолымен темір төсектен мықты ұстап алып жіберетін емес. Көздері жәутеңдеп, үрпиіп тұрған балаларын қимай тұр. Тілі жоқ, сөйлей алмайды. Әйтеуір ымдап, төсектің басынан мықтап ұстап алған. Көзінен ыстық жас парлап ағып жатыр. Бүгін күйеу Тұрар ішпеген сау. Өзінше, елдің көзінше қамқор күйеу болып. Ғалия, сен ауруханаға апарады. Емделесің, әлі-ақ сауығып кетесің, деп қояды. Осындай халге жеткізген өзі ғой. Енді жып-жуас болып тұрған түрі. Ғалияны ауруханаға алып кетті. Бір айдан кейін суық хабар келді. Әйеліңіздің аз өмірі қалды, үйге алып кетіңіз. Тұрар барып Ғалияны ауруханадан шығарып алды. Ғалия бірдеңені сезгендей, ауруханаға барғысы келмеген екен ғой. Ауруханадан бір айдың ішінде құйымшақ түсі ойылып, іріңдеп келді. Асқынып қанға шауып кеткен. Ғалия жансақтау бөлімінде жатты. Қызымды өзім күтемін деген Ғалияның анасы қанша өтінсе де кіргізбеді. Енді Ғалияның бүгінгі халі мынау. Ауруханаға жатпай, үйде болғанда, тілі қолы аяғы істемесе де, балаларының қасында қалқиып отырмас па еді. Ғалияның енді аз өмірі қалды. Балаларының қызығына тоймады. Кішкентайларын қасына отырғызып, сау қолымен бастарынан сипап, еркелетіп отыр. Ымымдап бірдеңе айтып қояды. Ана шіркін сөйлей алмаса да, құлыншақтарым-ау, деп еміреніп отырғаны ғой. Арада бір ай өткен соң, Ғалия қызығына тоймай, қимастан балаларын көз алдында өмірден өтті. 4 ұл, 2 қызы шырылдап қала берді. Әйелінің өмірден өткені Тұрарға еш әсер етпеді. Бәріне балалары кінәлідей, оларға шүйліге түсті. Үйге кіре сала: «Әй қатындар, тамақтарың қайда?» Боқтап, борап, қаршадай 2 қыздарына маза бермеді. Аналар өмірден өткенен, әкелерінен еститіндері боғауыз сөз. Айман 11-ші сыныпты бітірді. Үміт анасы қайтыс болған соң, 9-шы сыныптан кейін мектепке бармай қалды. Осы үйдің тамағы, кір қопсыны, сиыр сау, бітпейтін күйбең тіршілік екеуінің мойнында. Қызы Ғалия қайтыс болған соң, Ғалияның анасы балаларын қарап отырмақшы еді. Күйеу баласы Тұрар түнде енесіне келіп, арам ойын асырғысы келді. Өзіне шапқан арам пиғылды күйеу баласының бұл қылығына шыдамай, Ғалияның анасы кетіп қалды. Бірде Тұрар өзіне көңіл айта келген көрші әйелді үйге қамап алып, зорлап жіберген. Үлкен ағалар әскерге кететін болып, ағасының сыныптастары жиналып тойлап жатқан. Айман мен Үміт келген кісілерді күтіп шапқылауда. Түннің бір уағы Айман қатты шаршағанын сезіп, қисайып жатқан. Сол беті көзі ілініп, ұйықтап кетіпті. Біреу өзінің төсін сипап жатқанын сезді. Айман естерін білмей, көзін ашуға қорықты. Арғы бөлмеден әуеннің дауысы естіліп жатыр. Жастар әлі тарқай қоймапты. Біреудің келе жатқан аяғынан тыпыр естілді. Осы кезде әлгі біреу қасынан кетіп қалды. Айман ол кетісімен көзін ашып қарап еді. Әкесі тез-тез басып кетіп бара жатыр екен. Айман өз көзіне өзі сенбеді. Бұл менің әкем емес пе? Қалайша өз қызына арамды ойлайды? Айманның әкесіне деген көңілі осы жолы әбден қалды. Осылайша маскүнем әкелерінен шаршаған Айман мен Үміт
өздеріне